Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жылдам даярланатын әрі өте дәмді болып шығатын тіске басар дайындаймыз. Алдымен каналыма тіркеліп, жанында қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен алдын ала еленген ұнымыздың үстінен сұйық майымызды құйып, сәл араластырып аламыз. Одан кейін ыстық қайнап тұрған суымызға 1 шай қасық тұз салып араластырамыз да, осы суымызды бірден ұнымыздың үстінен бірақ құйып, қасықпен жылдам араластыратын боламыз. Қамырымыз суығаннан кейін ары қарай қолмен елеп жалғастыратын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, сондықтан басқа ұн қосудың қажеті жоқ, тек біркелкі қылсаңыздар болғаны. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа салафанға салып, бөлме температурасында демалдыратын боламыз. Қамырымыз тыңғанша ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Алдымен пиязымызды ұсақтап турап, қызып тұрған майда сарғайғанша қуыратын боламыз. Және де мендегі асылған тауық еті блендермен сәл езіп алатын боламын. Сіздер кез келген пысқан ет түрін пайдалансаңыздар болады, немесе начинкасын өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Етімізді бір ыдысқа саламыз, үстінен қуырылған пиязымызды саламыз. Ұсақтап туралған көк пиязды қосамыз. Тұзымызды, бұрышымызды, дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, мен сәл су қостым, сіздер осы етті қайнатқан сорпадан да қоссаңыздар болады. Тынған қамырымызды бірдей 10 бөлікке бөліп аламыз және домалақтап бетін салафанмен жауып шетінен жасайтын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан оқтаудың қажеті жоқ, тек осылай қолымызбен жұқалап отырып жан-жаққа жаятын боламыз. Диаметрін 17-18 сантиметрдей жасайсыздар. Және пышақпен бір жақ шетін кесетін боламыз. Қамырымыздың кесілген жақ шетінен бір ас қасық начинкамызды салып, сәл үшбұрыш форма береміз және видеода көрсетілгендей айналдыра орап шығатын боламыз. Түп жағын жақсылап бекітіп жабыстыратын боламыз. Сонда бізде гүл тәріздес конустың формасы шығады. Барлығын осылай жасап алғаннан кейін қызып тұрған духовкада пісіратын боламыз. Мінекей жылдам даярланатын әрі өте дәмді болып шығатын тіске басарларымыз дайын. Ауыз ашарға жасап, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Баршаңызды Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Назарларыңызға рахмет.